Өткенге көз жүгірте отырып, өзімнің қай жерде қалай қателескенімді ұғып, түсінгім келеді. Қызыма менің қателігімді жасама, менің тағдырымды қайталама деп айтатындай. Өткеніме әлі жасасам деймін. Жолдасым мен енем қайын жұртымның алдында қандай кінәм бар еді. Өмірімнің сол бір кезеңдері жаныма ауыр тиген еді. Көзіме жас алмай, жүрегім ауырмай айта алмаймын. Біздің қоғамда қазақ әйелдерінің орны неге төмен екен деп ойлаймын. Келінге көңдей қарау, бұл біздің менталитетімізге тән, қанға сіңген әдет пе? Қазіргі таңда шүкір, заман өзгерді. Көпшіліктің көзі ашық, көкірегі ояу. Әйелдер бір-бірін қолдайтын ұйымдар бар. Алайда отбасында сырты бүтін, іші түтін болып жүрген жандар көпшілік. Жуас қой жүндеуге жақсы дегендей, мінезді болу керек пе деп, санада сан сұрақтар арпалысады. Олай болайын десең, Алладан қорқасың. Әр адамның сыйын орнына қойып, биязы мінез танытсаң, мінезді қасқырлар түтіп жеп қоюға дайын тұрады екен. Сондықтан заманның түлкі болса тазы боп шал дегеннің кебін киген дұрыс. Маған көпшіліктің ақыл кеңесі керек. Бір үлкеннің, бір кішінің кеңесіне құлақ түріп, ішкі дүниемдегі бар өкпе, ренішті сыртқа шығарғым келеді. Көптен бері өзіңізге жазуға оқталамай, бүгін ойымды жинақтап, өз өмірім жайлы баяндап беруге шөн көрдім. Мен 1984 жылы оңтүстік өңірде, Бәйдібек ауданында дүниеге келдім. Сол жерде бастауышты аяқтағаннан кейін Шымқалаға көшіп келдік. Ауылда жалаң аяқ күнге күйіп өскен ауыл баласы едім. Жаңа жер, жаңа ортаға келгеннен кейін қалалық сыныптастарым ауылбай деп, келемеш деп бастапқыда орталарына қоспай, қабылдамай біраз жүрді. Сөйтіп жүргенде менің оқуда озат екенім бұл ортаға да пайдасын тигізді. Дегенмен ауылда еркін өскен бала едім. Сыныптастармен тіл табысып, ортаға сіңісіп, оқып жүрдім. Жоғары сыныпқа көшкенімде сыныптағы қыздар бөліне бастады. Бір-бірінің киім киісіне, отбасылық жағдайына қарап, менсінбеушілік, бай кедей деген секілді ұғымдар пайда болды. Біз тұрмыс жағдайда орта отбасы едік. Әке-шешем балаларын ешкімнен кем етпей өткізуге тырысты. Дегенмен қу дүниеге жетпейтін, әпкемнен бір киімді ауысып киіп жүрген кездеріміз болды. Осы кездері бой жетіп қалған екі қызбын. Сонда үлкен өмірге қадам басқанда, тұрмыс құрғанымда жан тыныштығында бақуат өмір сүрсем екен деп армандайтымын. Алдымнан тек жақсы адамдар кездессе екен. Сүйген адамымды жолықтырып, бақытты отбасы болсам екен. Мені сүйіп, сыйлап, өтетін жарым болса екен. Балалармен көрген қиыншылықтар көрмесе екен деп тілейтімін. Осылай жүріп 11-ші сыныпта аяқтап шықтым. Қазір жасым 40-қа келіп өткеніне көз жүгіртіп отырсам, мен қай жерге барсам да сол ортадан әйтеуір мені түрпектейтін адам табылып тұрады екен. Осыған ғой іштей ойлана жауап іздеймін. Неге? Әлде мені болмысымда бір мін бар ма? Мінезімде бір бол бар, өз-өзіне жауап беретін. Өзімді қорғай алмайтындай, әлсіздердің қатарынан емес едім. Тек көңілім таза болатын барлық адамды өзімде көретімін. Содан мектепті аяқтағаннан кейін отбасымның жағдайы байланысты жоғары оқу орнына түсе алмадым. 2 жылдай жүріп, сонан кейін ғана колледжге түстім. Сөйтіп оқуды аяқтайтын уақытты диплом алуым керек. Және басқа да қажеттіліктерімді өтеу үшін демалыс уақытында жаз мезгілінде Алматы қаласына келдім. Бар ойым жұмыс істеп қаражат жинау еді. Әке-шешеме салмақ салғым келмей, өз қаражатыммен оқуды аяқтап алсам деген ойым болып еді. Осында анамның туыстары болатын. Шымкенттің шыжыған ыстығынан кейін Алматының ауасы жанға жайлы еді. Осында келіп нағашыларының үйіне жайғасып, бір дүкенге жұмысқа орналастым. Осы жерде сатушы болып жұмыс істеп жүріп, осындағы бір жігітпен таныстым. Есімі Талғат болатын. Ұзын бойлы, ақыба, салмақты, жақсы жігіт еді. Талғат та осы дүкенде басқа бөлімде жұмыс істейтін. Екеуміз танысқан күннен бастап бір-бірімізді ұнатып, көңіл қосып, қыз бен жігіт болып кездесіп жүре бастадық. Біз үйренгенде екінші қайнағамда үйленді. 2 келін бірдей түстік. Қайнағам сол Жетісайдың қызына үйленген еді. Енем келіндерінің бірдей көрмей, бастан бөліп жара бастады. Мен не істесем де әр ісіме мін тағып, бір жылы қабақ танытпады. Мен енем ғой,
келіннің білмегенін үйретіп, ақыл кеңесімді айтып, осы үйге сіңіп кетсін демеді. Отырсам опақ, тұрсам сопақ етіп, абысындарымның алдына төмендеткісі келіп тұратын. Содан, сені балам көшеден тауып алған, көшеден келген сайқалсың, деген ауыр сөздерді де айтатын болды. Енемнің әрбір сөзі жүрегіме қанжардай қадалатын еді. Жаным ауырып түндерде көз жасымды сығып алатынмын. Сонда да жолдасыма шағымданбай, оның анасын сыйлап, бетіне келмей, сөз қайтармай, сол үйге сіңісіп кетуге тырыстым. Өзімді кінәлі санадым. Осы босағаны аттағанша пәктігіме берік болуым керек еді деп ойлайтынмын. Кейін абысыным екеуміздің артымыздан киімдеріміз келді. Құдалық болып жасауымыз келді. Сонда анам қайын жұртымның бергеніне орай, киім-кешек пен аналық борышым деп жүгімді алып келгендерінде енем мұрнын шүйіріп, менің жасауымды менсінбеді. Бар бергені 100 000 теңге еді. Жанында не өлі тірісі жоқ, басқа ештеңе қоспаған болатын. Абысыным екеуміздің артымыздан келген дүниелерді салыстырып, сөйленіп алды. Тіпті ата-анамды да менсінбей абысынымның жағына көп көңіл бөліп, сол құдалармен шүйіркелесіп, бар жақсы киітін соларға кигізді. Мұның барлығы көңілге ауыр тиеді екен. Жаңа түскен абысыным сол жердің қызы болғандықтан, бар киімімен жасауын өзі барып таңдап алған еді. Алмаған анам барынша ұзын, жабық, көйлек орамал алып келген болатын. Жетісай жақта келіндерге қатты қарайды ғой, ата енемнің тұрасың, жабық ұзын кигенің. Қандай жағдай болмасын, ата енеңді сыйла. Жүзіне тік қарама, бетіне келіп, сөз қайтарушы болма. Не десе де үндеме деп ақылын айтып отыратын. Құдалық өтіп жасауымды алған соң бір ай өткенде жолдасым екеуміз қайта Алматыға жұмысқа кеттік. Мен де өз баспанамыз, емін-еркін жүретін үйіміз болса екен дейтімін. Сөйтіп екі жақтап жұмыс істеп қала маңындағы бір ауылдан жер телімін алдық. Сол жерге екеулеп жүріп үй салдық. Жолдасым кірпіш өріп жатса, мен балшық илеп, бір жағына шығысып жүріп үйімізді бітіріп алдық. Елге ауыр індет коронавирус келер алдында 4-ші ұлыма аяғым ауырлады. Ұлымды босанған соң жолдасым ауылға кетті. Мектеп келе қайнағаларыммен жер жыртып, егістікке қауын, қарбыз егеміз. Түскен табысты бөлісіп аламыз деді. Мен бала-шағаға ие болып қала бердім. Осы кезде жолдасымның нағашылары осында Алматыға қыз ұзатып, ауыл жақтан 12 адам келді. Барлығы біздің үйімізде жатты. Қырқымнан шықпаған мен ол кісілерді күтіп, той өткен соң шығарып салдым. Олар кете салып, ұлымыз екеуміз бірдей ыстығымыз көтеріп, қатты ауырып қалдық. Шай суықтаған болармыз деген ойым қате екен. Коронавирус ауруын жұқтырған екенбіз. 2-3 күн ыстығымыз көтеріліп түспей қойды. Сонан кейін жедел жәрдем шақырып ауруханаға түстік. Анализдерімнің коронавирус екенін анықталды. Мұны естігенде салым суға кетіп, есімді жия алмай қалдым. Ауруханаға жатып ем қабылдауым керек болды. Балаларымнан оқшауландым. Үйде үрпиген балаларым жалғыз қалған еді. Оларды да қатты уайымдадым. Күйеуім Жетісайда болатын. Содан әпкем жұмысынан сұранып келіп, үйде бас көз болып, бала-шағама қарады. Емшіге метін кішкентайымда осы індетпен ауырды. Екеуміздің де ыстығымыз түспей мазамыз кетті. Дегенмен кішкентайлар балалар жеңіл өткізеді деген рас екен. Кішкентайымды маған ауруханаға келіп берген соң оны көтеремін деп жетіспей, орнынан тұра алмай қалдым. Өзі томпақ болатын. Өзімнің дәрігеріме жағдайымды айтып едім ол. Балалар ауруханасына жанына әпкеңізбен жатқызасыз ба? Қарасай ауданы бойынша сіздің балаңыз коронавируспен ауырып жатқан бірінші бала. Әзірше бұл жағдайда балаларға арналған орын жоқ, деді. Содан менің жағдайымды көріп отырған соң баламды әпкем үйге алып кетті. 9 айлық балаға ауыр антибиотиктер салып емдеді. Мен өз басыммен әуре болып кеттім. Бала-шағама қарауға жағдайым болмай қалды. Осы кездердегі басымнан өткізгенде ешқандай пендеге тілемеймін. Қайын жұртым осының барлығын ести отырып, бірау жағдайымды сұрап хабарласпады. Енем болмаса күйеуім балаларға қарасын деп бір абысынымды жібермеді. Жолдасым да сол Жетісайдан жұмысын сылтауратып келмеді. Қиын сәтте өз жанұясы, әйел балаларының жағдайын ойлап қамқор бола алмады. Менің жаныма қатты батқаны да осы еді. Жолдасым мен қайын жұртымның осы кездері қатты көңілім қалды. Еркекке емес, 2 бұсағаңа сену керек екен. Қандай жағдай болмасын сені ешқашан тастамайтын өз ата-анаң және бауырларың екенін.
Шын жанашыр адамдар осы жандар екенін мен сол кезде түсіндім. Ауруханаға түскен күннен бастап бетім бері қарамай, түн ішінде елдің барлығы ұйықтап жатқанда ауа жетпей көрер таңды көзбен атырушы едім. Тіпті сөйлеуге де шамам келмей ауа жетпей демеге бердім. Өмірден күдер үзген адамдай WhatsApp'та ағама балаларымды табыстадым. Егер мен өліп кетсем, бала шағамды қолыңа алшы. Өз әкесіне керек болмаған балалар қайын жұртыма тіпті керек емес. Балаларым нағашыларына аманат деп аманаттап едім. Жаныңдағы жолдасың жаныңа демеу болмаса өте қиын екен. Адамның басына неше түрлі ой келеді екен. Менің жағдайыма алаңдаған ағам білікті дәрігер досын ортаға салып, менің емімді өзгерткеннен кейін ғана бетім бері қарады. Бауырларым ортадан қаражат жинап берді. Сол кезде бауырларым мен таныстарымыз болмағанда өліп кете беретін екенмін. Күнде Алладан балаларымның бағына дертіме шипа тіледім. Бар білген дұға сүрелерімді оқып, аяққа тұрып кетуімді тілейтімін. Балаларымның да қорқып қалғаны соншалық сол кездері жедел жәрдемді көрсек қорқушы едік, деп еске алады. Әпкем балаларының ешқайсысы дұрыстап тамақ жемейді, бір апта болды деп қатты уайымдаған еді. Арада 10 күндей өткен соң бетім бері қарап, ауруханадан шығып үйге оралдым. Уайымнан және жолдасыма деген ішім толы өкпе реніш еді. Мені ұстап тұрған тек балаларым ғана болатын. Сонда көршілерім де, ойпырмай, сен мынадай жағдайда душар болғанда күйеуіңнің келмегені қалай? Отбасы бала шағасын ойламайтын қандай адам өзі? Деп таңғалған еді. Анам мен бауырларым да жолдасым мен қайын жұртыма ренжулі болатын. Содан мен келген соң әпкем Шымкентке қайтты. Жұмысына бару керек болатын. Алайда ол кеткен соң мен дертім қайта қосып, қайта ауруханаға түстім. Сонда жолдасым келмеді. Кішкентайым 9 айлық, басқалары мектепте оқитын. Мен ауруханаға алып кеткен соң көршілерім келіп балаларыма қарасты. Осы райда жақыныңнан жар тартық дегендей, жанашыр көршілеріме көп рахмет. Сосын баяғы өз бауырларым келіп қарасты. Әпкем түбегейлі жұмысынан шығып келді. Жолдасыма хабарласып, бар өкпе ренішімді айтып, екеуміз қатты ұрсып қалдық. Оған сенде күйеудің қажеті жоқ деп ауыр сөздерді айтып тастадым. Ол да сенімен ажырасамын деп қолдау көрсетудің орнында онан әрі көңілімді қалдырды. Ал енем жолдасыма бала шағаңа бар, әйелің ауыр жатыр ғой, деп үлкендігін көрсетіп ақыл айтпады. Не бір ауыз жағдайымды сұрамады. Мен қандай болсам да оның немерелерінің анасымын ғой. Тіпті мен өлім аузында жатқанымда жандар ашымады. Содан денсаулығым дұрысталып, 2 аптадан кейін ауруханадан шықтым. Дегенмен өте әлсіз едім. Жұмысқа жарамай демігіп қала беретімін. Сөйтіп әпкем менің жағдайымды қарайлап, жанымда қалды. Үй тірлігін жасап, тамақ жасап, балаларға қарасып жүрді. Әпкеме осынан жұмыс қарастырып көрейік, жанымда болшы деп өтініш айттым. Бұл жайлы күйеуімнің ақылдасқанда жоқпын. Сөйтіп өз-өзіме келе бастағанда, жолдасым әпкемнің біздің үйде тұратынын естіп, маған ерегісіп, інісі мен келінін алып ауылдан келді. Олар да осында тұрады, жұмыс істеп, осы жақтан үй алады деп ешқандай ақылдаспай шешім шығарып қойыпты. Оның мұнысы және жаныма батты. Мен қиналғанда өзі де басқасы да жанашырлық танытпай, халімді сұрауға да жармаған еді. Енді келіп осы уақыттың барлығында жанымда болып, қарасқан әпкемді күйеуім жақтырмай, маған ерегісіп жүргеніне іште қатты ыза болдым. Содан келінге осында тұратын болсаң, балалардың арасына түспей қандай жағдай болмасын, алдымен өзіме ашығын айт. Ертеңгі күні арамызда түсініспеушілік, өкпе реніш болып жүрмесін дедім. Өйткені Жетісайда тұрғанымызда үйде қандай жағдай болса да мені кінәлі болып, деу жанжал, ұрыс керіс болып көп болатын. Сондай жағдайлар орын алмас үшін екі ортада сөз тасымай, дұрыстап жүр деп бір ауыз ескертіп қойдым. Келін мені түсінгендей, иә жарайды дегенмен, кейін уақыт өте балалардың арасына түсетін болды. Кішкентайы бұзықтық жасағанда мен, қойыңдар деп отым. Анасы ашуланып балаларын шырқыратып жылатып ұрып тастайтын болды. Мұнысы менің көңіліме қатты тиетін. Бір күні енем хабарласып, кіші келіннің жағдайын сұрап жатыр. Мұны естігенде тамағыма ащы өксік тығылды. 2 рет өлім аузынан қалған менің жағдайымды неге бір ауыз сұрамады? Менің және балаларымның не жазығы бар еді? Осының барлығы ішке жұтып, іштен тынып жүре бердім. Келінмен сөзге келмеуге ұрыспауға тырысатымын. Менің осынымды түсінбеген келін бір күні маған мінезін көрсетіп еді.
Мен де шыдай алмай дауыс көтердім. Араға көп уақыт солмай, енем мен үлкен қайнағам абысының бала шағаларымен біздің үйімізге келді. Маған қырын қарап, өзара піш-піш етіп әңгіме айтады. Кіші ұлым ауырып жүрген болатын, түнімен шырқырап жылап шығатын. Осыны енем көре тұра, мына балаға не болды, неге жылайды деп, бір ауыз сұрамады ғой. Өз үйімде өзімді жайсыз, бір бөтен адам секілді сезінетімін. Менің осылай жүргенім әпкемнің жанына бататын. Жолдасым ешқашан менің сөзімді сөйлеп, демеу болған емес еді. Не болса да қандай жағдайда болмасын анасы мен бауырларының сөзін сөйлеп, жақтап мені жер қылатын. Жанындағы жарың түсінбесе қолдамаса өте қиын екен. Осылай жүргенде өз анамның денсаулығы болмай жүр дегенді естіп, үйге сыймай күйеуімнің қарсы болып төркініне жібергісі келмей, қарсы болғанына қарамастан кенже ұлымды алып төркініме кеттім. Сол кезде келін осы үйдегінің барлығын енеме жеткізіпті. Сол кездері мен білмеймін, әпкем ашуланып келінге: сендер абысының ауырып жатқанда неге бір ауыз қыбырласып жағдайын сұрамайсыңдар? Біреуің төбелеріңді де көрсетпедіңдер, енді денсаулығы дұрысталғанда барлығың түк болмағанда келіп алдыңдар деген. Келін осының барлығын енеме бұрмалап жеткізіпті. Әпкесі маған күн бермейді, ұрсады деп шағынданыпты. Ене мұны күйеуіме барып айтыпты. Төркініме жеткенім сол еді. WhatsApp'тан жолдасым маған неше түрліні жаза бастады. Осы кезде шыдамның шегі жарылды. Күйеуіме білгеніңді істе, ажырассаң ажыраса бер. Ешқайсыңды да көргім де білгім де келмейді дедім. Сөйтіп өз анама болған жағдайдың барлығын ашып айттым. Шаршадым. Менің енді олармен күресуге шамам жоқ деп едім. Анам мен ағам барып сөйлесейік деді. Сөйтіп көлікке отырып анам, ағам және інім төртеуміз жолға шықтық. Келе жатқанымызда қайнағам біз қайтқалы жатырмыз деп хабарласып еді. Мен тұра тұрыңыздар, анамдармен келе жатырмыз, сөйлесеміз дедім. Содан үйге келсек енем жатыр екен, әпкем осында қалған болатын, жұмыс істейтін. Кірген соң енеме: апа, менің не жазығым бар? Мені неге сонша жек көресіз? Деп едім. Енем маған қырын қарап: сен өсекшісің, деді. Жетісайға барған соң, сондағы туған туыстарына, анағатын ауру енесін, қайнаға қайнелерін сыйғызбай қуып жіберіпті деп, мені ел жұртқа жаманатты етіп көрсетіпті. Ол жаққа ендігі аяқ басудан да қалған едім. Ал жолдасым болса сол баяғы солардың сөзін сөйлеп, анасы мен бауырлары десе ішкен асын жерге қоятын. Ал олар болса оны жақын тарта қоймайтын. Өйткені менің жолдасым бала күнінен нағашыларының қолында өскен еді. Бірақ сонда да соларға жақын болды. Олар кеткеннен кейін жаным тынышталғандай болғанымен, балаларым әкелерін іздей бастады. Әкелеріне хабарласып ақша сұраса, нағашыларыңнан сұраңдар, солардан қалдыңдар ғой. Енді солар бақсын сендерді, деп одан әрі балалардың жүрегін ауыртатын. Үлкенің 8-ші сыныпқа көшіп, балаларым есі біліп қалған кездер еді. Қандай болмасын балалар әке шешелерін іздейді екен. Уақыт өте өзімде қаншама жыл отасқан жарым адамға үйреніп те қалады екенсің. Оның үстіне жалғыз өзім балаларымды қалай жеткіземін деген қорқынышта басымдық етіп, бар өкпе ренішті жинап қойып, жолдасыма хабарластым. Оның алдында ешқандай кінәм болмаса да, менен қателік кеткен шығар, ақылға келіп сөйлесейік, үйге қайтсаңшы деп, алғашқы қадамды өзім жасадым. Жолдасым ертесінде түнге қарай бір досымен ішіп алып келіп, сені анабайдан ажырасқан әпкеңнің сөзіне еріп, отбасымызды шайғалттың. Не әпкем, не мен. Ол кетпесе мен үйге кірмеймін деп ұрыс шығарды. Оның бұл сөзіне мен қатты ашуландым. Сен қалай ғана осылай айтасың? Менің бауырларымнан не жаманшылық көрдің? Мен өлім аузында жатқанда қойдымдағы байым болып, сенің жаның ашымағанда бауырларым жүрді жүгіріп. Ал әпкем болса қаншама уақыт бала шағаңа қарап отырды. Ұятың қайда? Әйел адамды түн жарымда үйден қуғанын қалай? Деп ұрсып жатқанымызды үлкен ұлым өз-өзінен шалқалап құлап, есін жоғалтты. 2 күннен бері мазасы болмай, есін жоғалтты. Оның мұнысына шошып кеттік. Дереу жедел жәрдем шақырып, ауруханаға алып кеттік. Ұлыма жедел көмек көрсетіліп, өз-өзіне енді келе бастады. Осы кезде әпкем бар затын жинап, осындағы нағашы көкеміздің үйіне кетіп қалыпты. Сонан кейін жолдасым маған, менің туыстарыммен үйге ешкім келмейді. Сенің де туыстарың келмесін деп шарт қойды.
Мен қалайша бауырларыммен араласпаймын. Қиналған сәттерімде үнемі жанымнан табылатын жандар осы бауырларым емес пе еді. Осылай екі оттың ортасында қалдым. Әпкеммен үшін күйеуіңмен ұрысқаныңды қаламаймын деп үйге келмей қойды. Анамдар да сендер тыныш болыңдар. Болды. Олар да араласпай қойды. Бауырларыммен тек телефон арқылы ғана хабарласып тұратын болдым. Бауырларыма сатқындық жасағандай болғаныма жаным ауырды. Амал жоқ, барлығына көндігі, шыдап өмір сүріп жаттым. Осы жағдайлардан соң жолдасым екеуміз бір-бірімізге суып кеттік. Күйеуім маған, сен менің өмірімді қорғылдың, деп жиі айтатын шығарды. Ондайда менде, ал менің өмірім ше? Менің өмірім бал болды ма? Деп өткен кеткенді қозғап жиі ұрсып қала беретін болдық. Тек мен мұның барлығын балаларға көрсетпеуге тырысып, көп жерде үнсіз ғана қоя салатымын. Ал ол болса менің үнсіздігімді әлсіздікке балап, солай түсінетін. Осылай жүргенімізде енем өңешінен жазылмайтын жаман ауруға шалдыққан болатын. Сонысы уақыт өткен сайын асқынып, төсек тартып жатып қалды. Осы кезде мен күйеуіме, анаңа барып көңілін сұрап қайтайық. Көзі тірісінде кішілік етіп, алдына барып кешірім сұрайын дедім. Мүмкін түсінісерміз деп үміттендім. Тым болмағанда өмірінің соңғы сәттерінде мені қабылдар деп ойлап едім. Сөйтсе мене мұнда аяқ басушы болмасын, келмесін де, оны көргімде келмейді депті. Жағдайы нашарлап жатыр деген соң күйеуім мені тастап өзі кетті. Өмірімде болған жағдайлардың барлығы жаныма қатты батты. Оның ішінде кенже балама аяғым ауыр болып жүргенде, жолдасым бір қатыммен әуей болғанда бар еді. Мұны да ешкімге айта алмай іштен тынып, көз жасымды сығып алып, өткізген едім. Тіпті сол кездері қатты күйзеліп газды ашып, балалармен бірге өз-өзіме қол жұмсағымда келген еді. Осы кездегі алдымда еміп отырған кенже ұлымның маған қарап жымиғанын, мені осы қорқынышты ойдан қайтарған еді. Жолдасым ауылға кеткен кезде үйде ешкім жоқта айғайлап отырып жыладым. Іштегі шерім тарқап, жеңілдеп қалғандай болдым. Бірақ енемнің өле-өлгенше мені неге сонша жек көргенін әлі күнге дейін түсіне алар емеспін. Арада көп уақыт өтпей-ақ енем сол дерттен көз жұмды. Солардың алдына қанша еліп бармайыншы дегенмен, жолдасымның анасының жаназасына қалай бармайын. Жол бойы өзегімде өртеген ауыр ойларды, сезімімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Неге енем таразының басын тең ұстап, екі жақты да тыңдап әділ шешім шығармайды деп ойлайтымын. Әулетте қандай жағдай болмасын, тек мені кінәлі етіп шығаратын. Күмән мен қорқыныш бойымды билеп, мен барғанда туыстары мені жұмалап, ұрса қайтемін деп барғанымда ондағылар мені келдің-ау дегенде жоқ. Тіпті сол әулеттегі бала-шағаға дейін маған бір жау келгенде қарады. Абысындарым сыртынан пыш-пыш етіп, неменеге келді деп сөз қылды. Сөйтіп жаназасы өте салып, мен Алматыға қайтып кеттім. Осы кездері жолдасымен қайын жұртыммен әлек болып жүріп, кенже ұлымның денсаулығына қарамаппын. Жалпы тұрмысқа шыққалы анам сол үйге сіңіп кет, ешкімге қарсы келме деп мені баса беріпті. Абысындарымен ауылда тұрып жүрген кездерімде үйде дау жанжал болған кездері шыдамым бітіп, бір-екі рет екі баламен төркініме кетіп қалған кездерім болды. Сол кездері анам қайта апарып тастайды. Мүмкін үлкен қызы ажырасқан, екінші қызы да екі баламен ажырасып кетіпті деген атақтан қорықтым екен, білмедім. Әйтеуір сол кездері қатты басылып қалған едім. Әрине, анам өзі әкеліп тастаған соң қайын жұртпен күйеуге қадірімде кеткен шығар. Үлкен қызымның аяғы кешік шыққандықтан, бұл да солай жүретін шығар деп ойлаппыз. Кейін дәрігерге апарып қаратқанымда ұлыма сапер гидроцефалия ДЦП деген диагноз қойды. Арнайы ем қабылдауымыз қажет болды. Ұлымның еміне 600 мыңдай қаражат қажет еді. Осы кезде ұлым үшін деп бетімнен суын без төгіп, қайнағама хабарласып, кімнің қаншалықты жағдайы келеді? Сол әулеттің тұқымы ғой, қаражат жағынан көмектесіңіздерші деп бір ауыз сұрадым. Сөйтіп едім, ешқайсысы селт етпеді. Сол баяғы менің бауырларым, анам қол ұшын созып, бірі 50 мың, екіншісі 70 мың, тамшыдан теңіз құрағандай етіп, ұлымды емдетіп, аяғы шығып, тай-тай басып, жүріп кетті. Сол кезде де жолдасыма айттым, бауырларым деп жаның қалмайды, олар неге сағанда солай қарым-қатынас жасамайды. Кімнің кім екенін іс түскенде көрінеді деген
күйеуім үндемеді. Сонда да қаншама рет қолдау көрсетіп келе жатқан менің анам мен бауырларыма қарым-қатынасы дұрысталмады. Жиын той болатын болса, ол жалғыз өзі өз туыстарына барады. Мен өзім өз туыс бауырларыма барамын. Балаларым да нағашыларына жақын, олар да сезеді ғой. Жақын тартып жақсы көрген адамға қарай тартылып тұрады. Дегенмен әкелері балаларды да нағашыларына жібергісі келмей, шақтырмай отырады. Қазіргі таңда анасы қайтқан соң кеудесі басылып қалды. Мен де ұл қыздарым есейіп, өз-өзіме қарап, оны тыңдамай жұмысқа шықтым. Анам кейде маған ренжиді, сен күйеуіңнің сөзінен шыға алмайсың. Балаларды жібермесе ештеңе дей алмайсың. Сөзіңді өткізе алмайсың дейді. Менің осыншалықты басылып қалғаныма кім кінәлі? Барлығын ұмыттым, кештім деп, тіл сөйлегенмен жүрек кешірмейді. Өткен күндер санамнан өшпейді. Баяғы сезім қайта келмейді екен. Бар сенерім бір Алла мен балаларым. Қазіргі таңда өз-өзіме көңіл бөліп, жұмысымды істеп, шақырған жерге барып, өзім үшін өмір сүргім келеді. Өткеннің барлығын ұмытқым келеді. Іштегі көң боп қатқан өкпе ренішті жібітіп, тазарғым келеді. Мені тыңдағаныңыз үшін рахмет. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Кейіпкеріме алдағы уақытта іштегі өкпе, реніш ұмытылып жан тыныштығын тілеймін. Дегенмен жуас қой жүндеуге жақсы дегендей. Заманың түлкі болса тазы боп шал демекші. Адамда мінез бол деген болу керек. Мінезің болмаса, сен шаң сүртетін шүберексің. Әрбір жеке тұлғаның өз қалауы, ойы, көзқарасы, жеке пікірі болу керек. Деніміз сау, отбасымыз аман болсын, заманымыз тыныш болсын. Әңгіме ұнаса, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Және ең бастысы жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.